Балықшы жігіт. Балықшылардың арасына бір жігіт келіп кіреді. Балық аулайтын құралы нашар, жыртық шамау. Мұнымен сен соқыр, балық ұстамасаң не деп біздің қатарымызға келдің? Деп оны келеке етеді. Бірақ бірінші күннен ақ жігіттің суға салған ауына балық молынан түседі. Семіз сазандарды көрген өзгелердің ішінде қызғаныштың қызыл иті оянып, олар ақыры жігітті: «Сен әрге тұршы, мына ара біздің күндегі орнымыз ғой», деп ығыстыра береді. Жігіт үндемей, қай жерден ауын салса да, нәтиже баяғыдай. Балықшылардың бәрі жабылып тартқан саны жағынан көп әрі бүтін ауданда артық олжаға кенеле береді. Кіл семіз балық жігіттікі. Балықшылардың басы қатты: «Жігітім, сен осы балық ауламай қойсаң қайтеді? Саған керегіңді біз ақ жеткізіп берейік. Саған мұнша балық не керек?» дейді ересек балықшы. Жігіт қуанып кетеді: «Мен негізі балықшы емеспін. Бұл кәсіппен амалсыздықтан айналысып жүрмін. Үйде ауру анам бары, іні қарындасым бары. Соларды асырауым керек. Әкем болса қайтқан, бәрі маған қарап қалды. Егер сендер маған шын ықыласпен қол созып, күнімізге жетерлік азықпен қамтамасыз етіп тұрсаңыздар, онда несі бар? Мен қоям, басқа шаруалармен айналсамын. Әрі сөзсіз сендердің ауларың олжаға молынан кенелеріне сенемін», дейді. Олар осы сөзге тоқтайды. Жігіт үйінің өзге шаруасына қарайлайды. Балықшылар олжадан олжаға кенеліп, байып кетеді. Жігітке еті арық, дәмсіз шортан сықылды балықтарды беріп жүреді. Дәмді балық түспеуі мүмкін емес десе, «Жоқ, бізге сенбейсің бе? Бары осы» деп олар болмайды. Әрі берден соң тұрып, сасуға айналған балық бере бастайды. Содан жігіт қайтадан теңізге оралады. «Біздің келісім бұзылды», дейді жігіт. «Сендер уәделеріңде тұрмадыңдар. Мен өзім аулаймын керек балықты. Енді біліңдер, адал ауру адамды алдаған қалай болатынын. Андағы ауларыңа соқыр балықта түспейтін болады». Бұл кезінде маған айтқан өз сөздерің. Балықшылар күледі. Себебі олар күндегісін күнде мол олжаға алып, әбден байып, семіріп алған. Жігіттің не дегені мыңғырына дыңғыр әсер етпейді. Бірақ айтса айтқандай олардың ауына бірде-бір балық түспейді. Ал жігітке семіз сазандар топырлай түседі. Содан әлгі ересек балықшы жігітке келіп жыларман күйде сұрайды: «Сен тегін адам болмадың. Неге саған балық түсіп бізге түспей жатыр? Соны айтсаң, біз де тәубемізге түсерміз. Қателік бізден, сен кешір бізді. Біздің де үй ішіміз бар, тамақ ішкіміз, жақсы киінгіміз келеді. Менің анам науқас деп айттым ғой. Әрі үй толы сәбилер, мен солар үшін аулаймын балықты. Мен балыққа шыққан күні адам тілеу етеді. Ұлымның салған ауына молынан олжа сала көр құдайым», деп сендермен келісіп мен балық аулаудан тыйылғанда анашым сендердің тілеуіңді тіледі. Ал сендер болсаңдар, бізден балықты қызғанып аяп, сасық балық бере бастадыңдар. Бар сыр осы. Теңіз түбіндегі балық үйдегі ауру анамның тілек дұғасына байланған, ал дұғаны үйреткен жасаған. Барлық ризық содан», депті жігіт. Жазба Facebook парақшасынан алынған. Оқыған Қуаныш Толыбекұлы.